Көбінесе бізде күнбағыс егіледі. Күнбағыс биылғы жылға 1000 гектар егілді. Келесі жылда сол мөлшерінде бола ма дейміз енді. Сондай жоспарлап отырмыз. Агрокредитная корпорация 1 қазаннан бастаймыз деген кезде сразу құжаттарымызды жинап 1 қазан күні алып келдік. Несиені қалай қай жерден рәсімдеуге болады? Біріншіден бұл аграрлық несиелік корпорациясының филиалдарынан, екіншіден екінші деңгейлі банктерден, үшіншіден бұл несиелік серіктестіктерден, төртіншіден микроқаржылық ұйымдардан, бесінші әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялардан. Және де кепіл мүлігі жетпейтін кәсіпкерлер 85% даму қорының гарантиясына рәсімдей алады.